Сәлем балар, бүгінгі сабақта барлықтарыңды көргеніме қуаныштымын. Және бүгін біз сендермен дүниежүзі тарихынан ең алғашқы бір тақырыптарымызды талдауды бастап жатырмыз. Және ең алғашқы тақырыптарымыздың бірі ол ең ежелгі адамның өркениеті дами бастаған кезең, Шумер Аккад мемлекеттері, қос өзен деген тақырып. Сол себепті балар, бұл жерде сендермен ең алғашқы өркениет деген кезімізде ол ең алғашқы адамдар пайда болып өзінің мемлекеттерін күшті құрылымы бар қоғамдар құра бастаған кезеңі еді. Және бұл кезең балар, бұл жерде бізде қос өзен деген жерде пайда болады. Неге дәл сол жерде? Қос өзен деген жеріміз балар өте шаруашылықпен де айналысуға тиімді, ыңғайлы жер еді. Және ол жерде адамдардың саны да осы нәрсеге келетін еді. Жалпы қос өзен дегеніміз балар Тигр мен Ефрат, бүгін Иран, Ирак деген жерлерге жақын. Мына жерде осы қос өзен дегеніміз мына қателеспесем, мына жағы Тигр, мына жағы Ефрат болып табылады. Және балар мына осы таулардан ағып, мына неге келеді. Және осы мына көкпен белгіленгенде олар ең алғашқы өркениеттерін құрған еді. Жалпы осы жерде балар оның тағы да бір атауы Месопотамия деп аталады. Месопотамия деп оларны ежелгі гректер аталған. Ол, если географиялық орналасуын айтатын болса, оңтүстік батыс Азияда орналасқан. Сол Иран, Ирак деген жерлердің несінде. Ең алғашқы тұрғындары балар ол Шумер Аккадтар. Шумерліктер бұл жерге шығыстан көшіп келген, Аккадтар оңтүстік батыстан көшіп келген. Олар ең алғашқы қарапайым үйлерін балшы қамыстан жасайтын еді, кейін бірақ дамып келе жүргеннен кейін кірпіштерден жасай бастайды. Бұл жерде күнжіт өседі. Күнжіт дегеніміз балар осындай өсімдік, және соны сыққаннан кейін, оны басып талқандағаннан кейін, одан май шығады, және сол нәрсе майынан күнжіттен май жасайтын еді. Олар құрма өсірген, бұл жерде өте көп құрма өседі. Құрманы бәріміз жақсы көреміз және білеміз. Егіншілікпен бұның барлығы әрине мынау екеуінің жоғарыдағы айтқан нәрсеміз ол егіншілікпен айналысатынын білдіреді. Және бұл жерде оны тағы да бір дәлелдейтін нәрсе, бұл жерде көбінесе арықтар, каналдар, то есть адамдар өздері осы өзендерден арық канал қазған. Және балар бұл жерде зергерлік өнері де дамыған, бұл жерде осы алтын өңделген кезеңі туралы жазылғанын іздерін көреміз. Жалпы балар бұл жерде осы кезеңде басқарушы жүйе пайда болады, то есть басқарушылар, мемлекеттік билік пайда бола бастайды. Мысалы үшін олардың басшыларын банда деп атаған. Банда дегенмен байланысты. Машки дегеніміз салық жинаушылар балар, дугор дегеніміз қоймашылар, гал уку дегеніміз әскер басы, дамкар дегеніміз сауда саттық басы болып табылатын. Және бұл жерде ең алғашқысында есе билік пайда болатын болса, бұл жерде әртүрлі қала мемлекеттер пайда болады. Ең үлкен қала мемлекеттер, олар бізібі 4-ші мыңжылдықта пайда болады. То есть өте кене қалалар. Ең алғашқы қалалары Урук, Лагаш, Нипур деген ең үлкен ірі қалалары болған. Және Лагаш осы кезеңде олардың ішінен ең күштісі болып табылады. Және бізібі 3-ші мыңжылдықтың ортасында көп қалаларда өзіне бағындырып, басып алып, сол себепті уже күшін жинай бастайды. Әсіресе Урнанши деген басшысы кезінде осы нәрсені не істейді. Лагаш мемлекеті Эхенату кезінде де өзінің күшейген кезеңі, гүлденген кезеңі деп айтамыз. Ол үлкен өзінің бәсекелестерін басып алады, Урук деген, және оңтүстік қос өзенді толығымен басып алатын еді. Ума қаласында балар сол кезеңде көтеріліс не істейді, сол көтерілісті басып, талқандаған туралы көптеген жазба деректер қалдырады, және Киш, Элам қалаларын бағындырып кеткені де бізге белгілі. Тағы да бір басқарушылардың бірі Лугал-Загиси деген кісі балар. Ол Лугал-Загиси кезінде осы мемлекет құрылып келе жатқан мемлекет деп айтатын болсақ, ол орталанған мемлекет. То есть орталанған дегеніміз бір орталығы бар, және барлығы сол орталыққа бағынатын мемлекетті айтамыз. Және осы кезеңде Лугал-Загиси ол өзінің астанасын екі қала істейді, Урук, және ол негізінде осына екі астана белгілеп қойды. Ал діни астанасы ол Нипур қаласы болып қалады деп айтады. Одан кейін бізде Лагаштың мемлекеті, Лагаш мемлекеті деп айтатын болсақ, условно, енді осы кезеңде Аккадтар да өзінің мемлекетін құра бастады. Аккадтардың балар мемлекетін құру негізін қалаушы балар ол Шаруккин еді. Шаруккин әлде оны Еуропа деректерінде Саргон деп атайды тағы да. Оның тағы да бір атауы бар. Әлемнің 4 құбыласының билеушісі деп айтады. Ол дегеніміз 4 жағында басқарады екен, соншалықты көп жерлерді басқарады екен деп айтады. Ол балар біздің жыл өлшемімен бізібі 24-ші ғасырда. Ойлаңдаршы,
БЗБ 24 ғасырда. Бізде қазір 21 ғасыр, 24 ғасыр, білесіңдер ме, ол приблизительно 45 ғасыр алдын құрылған. 45 ғасыр дегеніміз қанша жыл екен санай беріңдер. Бір ғасырда 100 жыл болса. Шумер мен Акад бұл жерде оларды біріктіреді, және Шумер Акадтардың басын біріктірген кейін олар Шумер Акад мемлекеті деп айтады. Негізінде Акадтықтардың бастығымен біріккен мемлекет еді. Бұл жерде олар жерлері Сирияға дейін барады. Оны қайдан білеміз? Олар өзінің жазба деректерінде күміс тауларға дейін дейді. Сирияның тауларында күміс көп та, және ол ашық түрде жатады. Күн түскен кезде ол жарқырай бастайды. Сол себепті күміс таулар деп атайды. Олар осы жерге дейін территориясын үлкейткен екен. Шаруки негізін қалайтын болса, ал мемлекет күшейіп гүлденген кезең Нарамсин. Бір ерекшелігі екеуінің аты да иынға бітеді, Нарамсин, Шарукин деген сияқтылар. Қос өзен осы кезеңде гүлдену кезеңі басталады. Қос өзенде мемлекеттің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени салалары дамиды. Батыс Сирияны Жерорта теңізінен дейінге жетеді, және болар батысында ол өте үлкен. Солтүстікке Урарту деген мемлекеттің несіне жетеді. Оңтүстікте Тигр өзеніне дейін жетеді, шығысында Элам мен келісімге Эламға дейін жетеді, және оның халқымен келісім шартқа қол қойып алар. Соның нәтижесінде олар өстіп шекарасын бекітіп алады. Осы кезеңде БЗБ 2200 жылдары бұл жерде Акад мемлекетінің шығыстан гутейліктер шабуыл жасай бастайды. Гутейліктер дегеніміз олар тау аждаһарлары деп атайды. Ол сол жердегі тұрған тайпалар, былай айтқанда. Сол тайпалар осы мемлекетке шабуыл жасай бастайды. Бұл кезеңде қала мемлекеттер деген ұғым пайда болады. Қала мемлекеттерді патеси деген адамдар басқарады. То есть әрбір қала өзі мемлекет ретінде қарастырылған. Және осы кезеңде бұл жерде Шумер Акад мемлекеті ыдырай әлсірей бастаған кезінде БЗБ 2109 жылы Ур қаласының 3-ші әулеті, то есть Ур қаласынан шыққан адамдар билікті басып ала бастайды. Ең атақтыларының бірі ол Шульга балар. Ол көптеген соғыстар жүргізеді. Шульга деген кісі басшы, және ол 9 рет Эламға шабуыл жасайды. Бағанағы шабуыл жасағаннан кейін балар бұл жерде батыста Сирияға қарай басып ала бастайды. Тигрға қарай жорықтар жасайды, және құдай ретінде оған уже табына бастайды. Айтады, менің билігім құдайдан, және менің өзім де құдаймын, сендер маған бағыныңдар деп бастайды. Құлау кезеңі балар бұл жерде БЗБ 21 ғасырда, біздің ғасыр 21, олардікі БЗБ 21, олар осылай шабуыл жасай бастайды. Шығыста олар эламиттер шабуыл жасайды, ал батыстан көшпелі тайпалар екі жақтан оларға шабуыл жасап, осы мемлекетті құлата бастайды. Одан кейін ол мемлекет құлағаннан кейін бұл жерде ұзақ уақыт ешқандай мемлекет болмады. Бірақ бір уақытта, бір кезеңде бірден есе Вавилон деген қандай да бір жаңа қала күшейе бастайды. Ол ең қуатты қала болады. Және Вавилон деген сөз өзі Баб-илу деген сөзден шыққан. Баб-илу деген сол тілдерден аударған кезінде құдайға баратын қақпа деген мағынаны білдіреді екен. Неге оны құдайға апарады? Неге ол күшейді? Себеп ол сауда жолдарында орналасты, және сол сауда жолдарынан өте көп ақша жасады. Ақша жасаған кейін әрине күші де көп болды. Приблизительно мындай бір анимационный сендерге фото қандай күшті болған. Ең атақты патшалардың бірі Вавилонның ол Хаммурапи. Хаммурапи дегеніміздің басқарған жылдары БЗБ 1792-1750 жылдар болып табылады. Ол Қос өзенді толығымен бағындырады, және оның ең атақты бір несі заңдар жинағы болады. Ол жерде 282 баптан тұратын болады. Ол қара таста жазылған, қазір мен сендерге суретін көрсетемін. Үстінде күн құдайы Шамаш болады, және құдай әмірлігі көрсетеді. Қазір оның бәрін түсіндірем. Және тас, ол негізгі осы тас 1902 жылы табылады. Қарап отырсаңдар, мына жерде осы заңдар тасқа осылай әрбір несін сөзін осылай жазған. Мына төбесін деген қарап тұрсаңдар, мына жерде Хаммурапи, мынау күн құдайы Шамаш. Күн құдайы Шамаш ол ең басты құдайлар ретінде қарастырылған. Және ол жерде қарап отырсаңдар, мына заңды біздің Хаммурапиға беріп отыр. Неге беріп отыр? Себебі бұл жерде Хаммурапи айтады, мен дейді, бұл заңдарды өзім ойлап тапқан жоқпын дейді. Оны маған құдай берді дейді. Құдайдан мен таратып жатырмын, және сендер бағынбайтын болсаңдар, сендер құдайға қарсы шыққандарың дейді. Және ол осылай өзінің билігін түсіндіреді. Тағы да бір атақты танымалы патшаларының бірі ол Хаммурапидан басқа Навуходоносор деген патшасы болған.
Негізінде Хаммурапи қайтыс болғаннан кейін балалар бұл жерде Вавилон мемлекеті әлсірейді және оның көршісі Ассирия деген мемлекет күшейіп, Ассирия Вавилонда бағындыра бастайды. Осы кезеңде олар зорға біз 7-ші ғасырда ғана тәуелсіздігін алды, енді Навуходоносор кезінде, және ол 604-562 жылдары басқарады. Ең атақты Навуходоносордың бір ерекшелігі ол Семирамида аспалы бақтары. Ол өзінің әйелі үшін балалар өте керемет, аңыздар бойынша өте керемет бір бақ құрып береді. Сол бақтың ішінде Семирамида осы отанын сағынғаннан кейін сағынған болады. Сол себепті Навуходоносор осыған әдемі, өзінің еліне ұқсас бақ салып береді. Негізінде Вавилон қаласы балалар көптеген ғимараттармен танылуға болады, және ең бір ерекшелігі ол қалаға кіру үшін соншалықты үлкен қала болған дейді Вавилон. 100 қақпа бар дейді. 100 қақпаның ішінде ең үлкені, ең әдемісі, сұлуы ол Иштар құдайына арналған, құдаянаға арналған қақпа болып саналады дейді. Тоже ерекшелігі, мына, по-моему, бұл қақпаны бізде сендер мұқият қарайтын болсаңдар, Томирис деген кино бар ғой, сол жерде де көрсетеді. Вавилон мұнарасы балар, бұл жерде Вавилон мұнарасы деген бар. Вавилон мұнарасы дегеніміз ол ең биік мұнара болу керек еді, ол аспан мен жерді біріктіретін, және сол арқылы Құдайға адамдар жетпекші болады. Бірақ Құдай одан қорыққанда емес, оны қаламай, бұл жерде вавилондықтардың тілін араластырып жібереді, то есть әркім әр түрлі тілде сөйлейді, және сол себепті бұл жерде Вавилон сыпырласы дегеніміз осы жерде. Негізінде Вавилон қаласының өзінің құдайы болған балар, ол құдайды Мардук деп атаған. Мардук осы басты құдай болған Вавилонда, және сол басты құдайға бұл жерде ең үлкен ғибадатханада салып берген. Мына мысал үшін сендерге көрсетіп қойғам. Мына жерде балар олардың ең ажалғы. Мына бізде Шамаш, так, қазір. Мына Шамаш, мына жерде сол бағанағы бізде Иштар дегеніміз осы жерде. Шын мәнінде балар бұл кезеңде мемлекеттің, қоғамның дамуы мәдениетке де өте қатты әсер етті. Соның әсері, мысал үшін, ең атақты дастандардың бірі Гильгамеш туралы дастан деген дастан бар. Ол жерде патша Гильгамеш туралы жазылған, және оның Энкаду деген досы болған, ол жартылай адам, жартылай жануар болған, сол құдайлар оның қалай өмір сүргені туралы жазылған. Және бұл жерде негізінде шын мәнінде біз бағана көрдік, Вавилонда да олардың жазба жүйесі бар екен. Олардың жазба жүйесін балар сына жазуы деп айтамыз. Сына жазушысы балар ол сурет арқылы жазу, то есть сурет арқылы бізге қандай да мәліметтерді білдіреді. Олардың өзінің күнтізбесі бар. Ең алғашқы, ең көне, ең қарапайым болғанмен олардың күнтізбесі бар балар. Одан алдын ешқандай күнтізбе жоқ. Календарь, былай айтқанда. Және оларда 60 деген сан киелі болып саналған. Оның әртүрлі құдайлары болған. Біз уже сендермен танитын күн құдайы Шамаш болады. Шамаш Син құдайының баласы болады. Тиамат деген ол әйел құдай балар. Бұл жерде тағда Сатқын Кингу деген құдай бар. Тамуз дегені бар, ол су құдайы. Және Кингуттың қаннан, то есть Сатқынның қаннан балар сатып кетеді құдайлар. Соның қаннан торпақпен айналысқанмен адам пайда болады. Бізде де мысал үшін исламда да, басқа да діндерде осы адам топырақпен жаралды деген сияқты нәрселерде айтылады. Сендерге осы Шамаш құдайы мына жерде бір осындай суреттер қойып қойдым. Бұл негізі сендерге бір қызық болсын, түсінікті болсын деген ғой. Бүгінгі сабағымыз сендерге балар түсінікті болған шығар деген ойдамын. Келесі сабақтарда сендерді асыға күтем. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.